жалпы биылғы мерейтой 10 күн бойы аталып өтуде. Осы орайда облыс әкімі Берік Уәли бастаған ел азаматтарының қажырлы еңбегін ерекше атап өткен жөн. Осындай тағылымды той өңірдің ғана емес, тұтас елдің дамуына оң септігін тигізеді деп сенімді түрде айта аламыз. Абай тойы ең алдымен той тойлайтын емес, ой ойлайтын басқосу болмағы лазым екенін барша жұрт айтады. Мерейтой тек сахналық мереке ғана емес, ұлтқа пайдалы мұра қалдыратын нақты жобалар кезеңінде болуға тиіс. Бұл тойдың бедерінде елге игілікті біраз шаруа атқарылды. Той тарап әбігер басылған соңда ел игілігіне қызмет ете беретін дүниелер жасауды біз мұрат еттік.